Мұқағали Мақатаев, ей өмір. Дүниенің ағында қарасында, мұңқ етпейсің қабылдап аласың да, қарасымен шаманшылық таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Бүгін менің туған күнім ой бәләй, мына адамдар неге жатыр тойламай, банкет жасап берер едім өзім-ақ, тәңірдің бір жарытпай ақ қойған-ай. Мына дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың шоғын үрлемей, құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атым мен демей. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын керін. Ол болса мен бармын қор болмаймын, қымбатырақ алтынның нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан берем. 30 күннен жалғанда жан барсың ба, ойланбай келді отан менен. Шарықтап қолым жетпес көктемге, ақ қанат құсым менің кеткенім бе. Шарқ құрып бар ғаламды шырайын алып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе. Сапайған сағынышты бас бол, бар үміт бар сенді тас бол. Өтемін сірәді мен бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып. Отан, отан, сен болмасаң не терем, мәңгілікке бақытсыз боп өтерем. Өмірден бұл өксіменен кетерем. Құс ұясыз жыртқыш үнсіз болмайды, отансыз жан өмірінде оңбайды. Өзін өзі қорлайды да сорлайды. Тірі адамға сол қайғы. Күн көреді әкесізде анасыз, өмір сүрер әйелсізде баласыз. Ал отансыз нағыз сорлы панасыз. Білесің бе, отанның сен не екенін? Екі өмір жоқ, әрине жоқ екі өлім. Екі отан жоқ, жалғыз отан мекенің. Мұқағали Мақатаев. Ей бауырым, ей бауырым, көтерсеңші басыңды. Алатаудың асқарына күннің нұры шашылды. Қыз тіршілік міне тағы мойныңа асылды. Асылды да саусағымен сипағандай басыңды. Көтер басты, тұр орныңнан, терезеге қарашы. Неткен тұнық, неткен қымбат жермен көктің арасы. Неткен жақын бұл ғаламда адамзаттың баласы. Бауырым-ау, жүйе күшіңді терезеге қарашы, жата берме ауыр дертке басырып. Әне біреу бара жатыр жұмысына асығып, автобустан қалып қойған және біреу ашынып. Әттең, айналайын, көңіл қалдау басылып. Қарашы не, аңдап басып, барады етіп қарт адам. Ажары да, назары да, базары да тарқаған. Қарт адамға қарсы келіп сәлем берсе қартана, ұзын соңар бірден нені айтып жатыр қартана. Мына жолмен уайымсыз әлі талай өтерсің. Шыға алмаған асуыңа аман болсаң жетерсің. Ей бауырым, басыңды бір көтерші, мынау қызық дүниені қалай қиып кетерсің. Ана сен бақыттысың жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңірден мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзің кепіл тот басып тозбасыңа. 2 жыр жазсам саған бірін арнап, ана деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Ана, сен бақыттысың тербете бер, құбат алда иілген бесігімді. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев. 9 ақпан 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Шын аты Мұхамедқали, қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын. Өз заманында лайық бағасын ала алмаса да, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын. Ол 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы, қазіргі Райымбек, бұрынғы Нарынқол ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Албан тайпасы, Алжан руынан шыққан. Ақынның туған күні жөнінде 2 түрлі ақпарат бар. Алайда құжат бойынша ақынның туған күні ақпанның 9-ында тойланады. Екінші ақпарат, ақынның анасы Нағиман апа былай деген: Мұқағали 1931 жылы наурыз айының 8-інде дүниеге келген болатын. Жаңылысу мүмкін емес, себебі балам мынау фәнидің есігін ашқаннан біраз уақыт кейін наурыз тойы болды. Наурыз көже жасаймыз деп күтіп отырғанбыз. Мұқағали Мақатаев
атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты Оразақын Асқар ақынның екінші туған күніне байланысты мынандай сөз айтады. Ал құжат бойынша Мұқағали 9 ақпанда дүниеге келген. Бұл куәлікті ақын ес білген кезде сол кездегі сайлау науқанына байланысты өзі жаздырып алған екен. Азан шақырып қойған аты Мұхаметқали. Әкесі қарапайым шаруа, колхозда сушы, шалғышы болып істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы болған. Оның артынан бір қыз және 3 ұл туған. Ақынның қарындасы мен алғашқы інісі ерте көз жұмған. Соңғылардың есімдері Тоқтарбай мен Көрпеш. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата-әжесінен тәрбие алуы тиіс. Сондықтан Мұқағали әжесі тиынның қолында өсіп, анасын жеңгедей қабылдайды. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен ақын тағдырдың ащы дәмін ерте татады. Неңді сенің аңсаймын бала шағым дейді. Мұқағалидың әкесі 1941 жылы Калининград майданында қаза табады. 1948-49 жылдары Казмудың филология факультетінің студенті. 1948 жылы оқуын тастап, Шибут ауылында ауылдық кеңестің хатшысы. 1949 жылы көктемде жары Лашынмен отау құрады. 1949 жылы Советтік шекара газеті ақынның қырман басында қойшы бала, әкітай деген өлеңдерін жариялайды. 1950 жылы Алматыдағы шет тілдер институтының неміс тілі факультетіне оқуға түсіп, көп ұзамай тұрмыстық жағдайына байланысты оқуын тастайды. 1954 жылы Қарасаздың бастауыш мектебінде орыс тілі мұғалімі болып тағайындалады. Осы жылы ақынның 3 өлеңі «Әдебиет және искусство» журналында жарияланады. 1957 жылы Республикалық радионың диктор қызметін атқарады. 1960-62 жылдары Советтік шекара газетінің бөлім меңгерушісі. 1962-65 жылдары Мәдениет және тұрмыс журналында жұмыс істейді. Ол 1962 жылы Алматыға қоныс аударып, әдеби ортаға етене араласады. Шет тілдер институтының неміс тілі, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеттерінде және Мәскеудегі Максим Горький атындағы әлем әдебиеті институтында білім алады. Мұқағалидың «Қарлығашым келдің бе», «Армысыңдар достар», «Мавр», «Аққулар ұйықтағанда», «Шуағым менің» атты жыр жинақтары көзінің тірісінде жарияланып үлгереді. «Жастық жыр» атты жинағы Қырман басында қойшы бала Әкітай ауданындағы Советтік шекара газетінде жарияланады. Әбділда Тәжібаев өзіңнен де жігерлеу, оттылау жас жеткіншек жеткенде мақтан басқа болама деген екен. Ақынның тұңғыш өлеңдері Қырман басында қойшы бала Әкітай аудандағы Советтік шекара газетінде жарияланды. Інімнің ойы шебер өлеңдері жастық жыр атты жинаққа енді. Алғаш Мұқағали талантын бағалаған Әбділда Тәжібаев өзіңнен де жігерлеу, оттылау жас жеткіншек жеткенде мақтан басқа болама деген еді. Мұқағалидың «Қарлығашым келдің бе», «Дариға жүрек», «Аққулар ұйықтағанда», «Шуағым менің», «Соғады жүрек», «Шолпан», «Жырлайды жүрек», «Өмір өзен», «Өмір дастан» және тағы да басқа жыр жинақтары, сондай-ақ «Қош махаббат» атты прозалық кітабы да бар. Біршама өлеңдеріне ән де жазылды. Өзін аудармашылық қырынан да танытып, сынап көрді. Ақынның көзі тірісінде 3 аударма кітабы жарық көрді. Мұқағалидың «Ильич», «Аққайың әні», «Аруана», «Мавр», «Аққулар ұйықтағанда», «Қырандастар қош болыңдар», «Чили», «Шуағым менің», «Өмір дастан» атты өлең жинақтары бар. Өмір жайлы. Өмір жайлы сұрай берме сен менен, өмірді мен әлі зерттеп көрмеп ем, өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, қан майданнан жалғыз ұлы келмеген, жесір келін бір нәресте көрмеген. Жетім шалды бал орнына тербеген, өмір жайлы не түсінем мен деген, өмір жайлы сұрай берме сен менен. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, өміріне кегі кеткен, өлмеген, жалған айтып, таңылғанда көлденең, ақиқаттың аппақ туын бермеген.